Халық қайырымдылық қоры ұсынады. Бұл бейне жазбадан біз бір нүктелі тікбұрышты кесу кезінде кескішке әсер ететін күштерді қалай болжауға болатыны туралы білеміз. Кесу күшін болжау мүмкіндігі неге сонша маңызды деген қарапайым сұрақ туындайды. Оның бірнеше себебі бар. Біріншіден, кесу кезінде қанша энергия жұмсалатынын анықтау қажет. Бұл қозғалтқышты таңдау соның нәтижесіне байланысты болғандықтан маңызды. Екіншіден, егер станоктың құрылымын жобалау қажет болса, кесу үдерісінде пайда болатын күштер туралы нақты түсінік болуы керек. Сондықтан кесу күшін алдын ала анықтау мүмкіндігі жобалау үшін де маңызды. Өнімділікті барынша ұлғайту үшінші және ең маңызды себеп болып табылады. Егер кескішке әсер ететін күштер белгілі болса, оның қызмет ету мерзімін оңай болжауға болады. Осылайша ең жоғарғы өнімділікті қамтамасыз ету үшін кескіш қызметінің мерзімі мен кесу жылдамдығының арасындағы теңгерімді табуға болады. Енді кесу процесін техникалық көзқарас тұрғысынан қарастырамыз. Бұл осы кесуші жиек бойымен кесу үдерісіндегі бір нүктелі кескіш. Ол осы бағытта жылжиды. Тек бұрышты кесу кезінде аспаптың жылдамдығы және кесуші жиектің жылдамдығы бір-біріне перпендикуляр болады. Бұл біз осы дәрісімізде қарастырып отырған тік бұрышты кесу жағдайы. Кесу кезінде материалдың қарсылығын жеңу үшін FC кесу күшін салу қажет. Егер кесу күшін аспаптың жылдамдығына көбейтетін болсақ, біз қажетті қуатқа қол жеткіземіз. Бірақ осы кесу күшін анықтау оңай емес. Бұл үшін қосымша талдау жүргізу қажет. Енді соған кірісейік. Кесуді жан-жақты талдау. Мұнда альфа кескіштің алдыңғы бұрышын білдіреді. Енді біз осы жоңқа үшін күштердің жеңілдетілген теңгерімін құрастырамыз. Кесу барысында жоңқа жоғарыға қарай VC жылдамдығымен қозғалады, және осы қозғалыс кезінде кескішке үйкеліс жүреді. Сондықтан жоңқаға үйкелу күшін жеңу қажет болады. Қозғалыстың бағытына тура қарама-қарсы бағытта үйкелу күші, сондай-ақ үйкелу күшіне перпендикуляр қалыпты күш әрекет ететін болады. Осылайша жоңқаға әсер ететін қорытқы күш осылай бағытталатын болады, және қалыпты күш пен үйкелу күшінің қосындысы болып табылады. Біз жоңқа мен кескіштің үстіңгі беттері арасындағы үйкелу коэффициенті белгілі болса, бета үйкелу бұрышын анықтай аламыз. Осылайша, R қорытқы күші жоңқаға кескіш жағынан әсер етеді. Жоңқаға тағы қандай күштер әсер етеді? Сіз кесілген жағындағымен салыстырғанда, кесілмеген жағынан металдың қалыңдығының біршама ұлғаюын көре аласыз. Бұл қалыңдық металдың әртүрлі қабаттарының арасындағы жазықтық аралық жылжу себебіне байланысты ұлғаяды. Мұны қамтамасыз ету үшін ығыстырушы күш салынуы қажет. Талдауымызды жеңілдету үшін жылжу бір жазықтықта іске асады делік. Атап айтқанда, мына жазықтықта біз жеңілдетілген талдауды қолдана отырып, осы фи жазықтығының еңіс бұрышын немесе жылжу бұрышын анықтай аламыз. Ал оның теңдеуі мынадай болады. Енді бұл бағытта ығыстырушы күш әсер етеді. Демек, онымен байланысты қалыпты күште болады. Егер осы жоңқа тепе-теңдікте болатын болса, онда осы екі күштің қорытындысы аспаптың жағындағы қорытқы күшке тең және қарама-қарсы болуы тиіс. Және ол мынадай көрініс табады. Енді біз бұл жоңқаға қандай күштің әсер ететінін түсінеміз. Бірақ бізге осы күштердің бағыты мен көлемін анықтау қажет. Бұл келесі қадам. Ол үшін біз осы жағындағы қорытқы күштен бастаймыз. Біз әрине бұл күштің көлемін білмейміз, бірақ оның бағытын білеміз. Біз бұл бұрыштың альфа минус бетаға тең екенін дәлелдей аламыз. Сонымен көлденеңге қатысты альфа минус бетаға тең бұрыш бойынша сызық жүргізіп, осы сызық бойымен ығыстырушы күшті белгілейміз. Жылжу күшінің көлемі жылжу түрінің өзгеру жылдамдығы және материалдың қасиеттері бойынша анықталуы мүмкін. Ал ығыстырушы күш бұрышы бізге белгілі. Енді көлденеңге қатысты FC күші мен фи бұрышын ескере отырып сызық жүргіземіз. Ол мынадай болады. Енді ығыстырушы күшке перпендикуляр сызық жүргіземіз. Ол қорытқы күшті білдіреді. Енді біз осы бөлікті оның диаметрі ретінде алып шеңбер сызаламыз. Міне бұлай.
Бұл шеңбер Мерчант шеңбері ретінде белгілі. Сонымен Мерчант шеңберіндегі осы тік бұрышты ұшбұрыш келесі күштерді білдіреді: ығыстырушы, қалыпты және R қорытқы күш. Негізгі сұраққа оралайық. FC кесу күшін қалай анықтауға болады? Кесу күші кескіш қозғалысына параллель екені бізге белгілі. Сондықтан біз бар болғаны мына жерде параллель сызық жүргізуіміз керек. Міне осы кесу күшінің шамасы болады. Егер кесу күшіне перпендикуляр тағы бір сызық жүргізетін болсақ, ол осьтік күшті білдіретін болады. Осылайша кескіштің қорытқы күші де FC кесу күші мен FT осьтік күшінің қосындысы ретінде ұсынылуы мүмкін. FT осьтік күші физикалық тұрғыдан кескіш қозғалысының бағытына перпендикуляр күш бар екендігін білдіреді. Осьтік күш кескішті жобалау кезінде негізгі параметр болып табылады. Осымен біздің жылжу жазықтығындағы кесу күшін талдауымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.